Қауым қауым сіздермен бірге мен Макс. Пацаны, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен деген өзімнің өмірімде оқиғамды айтатын боламын. Велосипедімнің сын қалын айтатын боламын. Бұл өтірік емес, шын. Қалай болғанын енді айта берейін. Ал біз көп сөйлемей өзіміздің видеомызды бастаймыз. Кеттік көте. Пацаны, бұл осы 2020 жыл болды, және де қазан айында болды. Мен примерно қазанның 20 или 25-інде менің велосипедпен нағашым болды, Бегал деген, ол 2006, и Бектас деген ағам болды, ол тоже 2006. Короче, менің Stealth 410 и Stealth 710 болған еді. Еще, пацаны, бұл озвучка. Қысқасы, сол 710 Stealth жасыл весетті, жасыл, сол, короче, рөлі не болып тұрды, қандай қозғалып тұрды, рөлі шығып кетті да, типа, соны шестерінкімен қатайттым, и мен шестерінкіні үйде ұмыт кеттім, и біз балшыға бардық, примерно Перетаскада болдым, ол кезде 6 жарымда шығып кеттік. Сосын біз балшыға бардық, и айтады да, типа, нағашым Бегалға рөл қозғалып кетті дейді. Короче, рөл деген типа де висетті айдап кетсең, рөл деген қисайып кете беретін болды, қисайып кете береді. Ал үй жаққа баруға бір километр жарым ғой. Ема сол кезде мен ана типа ойнайтын не жер сол үшін бардық қой, короче, просто жүру үшін далада ішіп пысып кеткесін. Сосын пацаны, мен адамдардан не сұрап бастым, шестеренкі, но бәрінен сұрадым, көбісінде жоқ болды, только бір адамда болған еді. Намаз ұстайтын аға болды, шестеренкі бересі деді. Менде бар, но өтірік айтпай қойын, ол артта қопарылып жатыр дейді, лучше ертең кешеш дейді. Ема сол кезде жаман жындандым деуге болады. Неге шестеренкіні ақ кетпедім деп. Қысқасы, сол былай рөлді несемей, типа, былай жайлап жүгіру апаруға да болатын еді, типа, көтермей апармадың ба деп айтасыңдар шығар, да. Но, короче, былай весетпен ұстап, короче, жүріп батқанда рөлі бұрылып кете беретін болды, дөңгелегі бұрылып кете беретін болды. Солай маған Бегал ағам тасыды кішкене, и сөйтіп тасып кетірдіміз, бір 300-400 метр жүрдік. Қолым жаман талып қалып, қолым құрысып болды. Сосын менің ана 410 қызыл весетім бар, Stealth 410, соның үстіне ана 710 Stealth'ты үстіне салып алдым. Солай бардым, и біз деген жолды қысқартып, темір жолдан өттік. Темір жол ұзын болды, негізінен былай өте қиын болды, өттік. Сосын мен туысқандарым болды жолда, мен тасып кетейін ба деп ойладым, лучше үйге апарайын деп шештім. Короче, тасыдым, весет 410-нан құлап қалды. Сосын рөлімен де, пацаны, рөлімен мен деген жерде тесіп шықтым. Жындандым, весетті алдым, лақтырдым, и сосын қайттан көтеріп, тасқа кеттім тағы да. Сөйтіп көтеп, бүкіл нервімді құртқан едім, сол не үшін боқтап, не үшін бәрі емат деп. Несе боқтап, сындырғым кеп кетті, тажы весетті айдалаға тасап кеткенде келген. Сосын құттай қалды, Бегал деген ағашым үйі біздің үй жақта емес, кішкене 200-300 метр не алыстықта тұрады. Сол үйіне кетіп қалды. Сосын Бектас ағамен қалдық. Бектас ағам айтты, өзінің 710 весетінің рөлінен ұстап, и өзінің қызыл весетінің рөлінен ұстап, жайлап апар деді. Ал мен ана весетті көтеріп апарам деді. Сөйтіп апардық. Азар дегенде, понимаете, жеттік. Ал неше сағат жүрдік десеңдер, 2 сағат бойы далада бір весетті тасқа кеттік, понимаете, 2 километр сондай көтеріп несен. Но солай үйге жеткесін қуандым, весетті қойдым, бәрі күшті болды, қатты қуанып кеттім, және кока-кола алып ішкенсің ғой. Енді весетке не болды десеңіздер, рөлдің шайбысы дейме бір бәлесе бұзылып қалды деді. Сосын сол мен 1 апта 2 апта бойы жүрдім, сосын жайлап жөндедім. Ол весет
жестко не істеп қалған, типа руль ше андай шестеренкамен қатайтатын жері майысып қалған плотно, сондықтан ол қатайтылмайды и бұрылып кете беретін болды. Висетті енді жөндедім, қазір складта жатыр. Енді пацаны, бұл қиын. Өзіңіз бір келемізді таскать етіп көріңіздер. 25 килоның весетін сол кезде жаман просто ауыратын болады. Но бірақ мен ол кезде итог кішкене отжимание жасап спортпен айналысып жүргесін менде кішкене оңайлау болды. Но бірақ 25 килоның өзі ауыр, и то өзім жасыма үлкен весет алдым деуге де болады. Енді пацаны, мен енді аптасына бір рет болсын өзімнің өмірлік оқиғамды айтатын боламын. Лайк басып қолдау тұрыңыздар. Келесі өмірлік оқиға 40 лайк или 35 лайк көте 40 лайк жинап кетейік. Мен негізінде видеоға идея бар, просто там қызықты видеолар шығарам. Просто идея жоқ, дәм болсын шығара салдым деп ойласаңдар. Но жоқ, пацаны, менде бәрі идея бәрі бар. Ал енді сіздермен болған мен Макс, пацаны, лайк басып қолдау тұрыңыздар. Және 150 подписчикке рахмет, алдағы мақсат 200 подписчик. Давайте. Чау-чау.